Қытай сапары осы Куньмин қаласына келу өзі арманымда да бар еді. Неге десеңіз, бұл гүлдің ең шоғырланған жері ғой бұл жерде. Бәрі мақтауды, гүлдің бәрі осы жерден барады бізге. Енді келдік, көрдік, өте мықты, үйренетін біраз нәрселер бар екен. Бізге апаратын тағы біраз заттар бар екен. Көп нәрсе алдық. Енді бізде қарап отырған жоқпыз. Біздің гүлдеріміздің сапасы бұдан да жоғары деп айта аламын. Енді бұларда жақсы гүлдері бар шығар, олардың көрсеткен жоқ, бірақ көрсеткен гүлдері біздің гүлдерден төмендеу деп айта аламын. Бізде бойлары ұзын, одан кейін жаңағы басы 7 сантиметр, 5 сантиметрден жоғары. Қалауы сол. Біз қалауға олар айтты, біз шығарған гүліміздің 10% ғана, 10 гүлден 1 гүл ғана Қазақстанға кетеді дейді. Біздің барлық гүліміз Қазақстанға кетіп жатыр. Міне сол жерден білесің, талап күшті Қазақстанда. Сол үшін енді қазір бұл Қытай мемлекетінен де гүл ағып кіріп жатыр. Конкуренция жаңағы бәсекеге түсу өте қиын болып тұр енді. Сонда да әрекет қылып жұмыс істеп жатырмыз. Комитет госдоходов дейді, солардан статистиканы алып Қазақстанға қанша гүл кірді бір жылда, Қазақстан халқы 20 миллион болса, соны бөлетін болсаңыз, әрбір қазақстандыққа қанша килограмм гүл бөлініп жатқанын оны анықтасаңыз болады. Сонда біздің жағдайымыз өте жақсы деген сөз ғой. Тыныш заман, жұмысымыз бар, әрекетіміз бар, істеп жатырмыз, гүл де кетіп жатыр. Бұл хат туралы біз қызанақ, қияр туралы хатты да көтергенбіз. Ол ешқандай нәтиже қазір бір іске асыру керек те, осыны істеу керек. Істейтін адам табылмай жатыр осыны. Міне мен істеймін деген бір мәрт шыққан жоқ. Бірақ істелінсе осы жүйені іске асырасын өте жақсы нәрсе. Дихан өзін диқаншылығын істеу керек. Ол сатпау керек. Сататын адам басқа болу керек. Оның өзін азынтай пайызы болады, сатады. Біз қалай істейміз? Өзіміз егеміз, өзіміз өндіреміз, өзіміз артамыз, апарып сатамыз. Бізден сатып алған жаңа саудагерлер атады, оның үстіне 2 есе қойып тағы сатады. Бізде сол жүйе іске қойылмай жатыр. Осыны іске қойыласында гүл саласы болсын, жаңағы көкөніс саласы болсын, қай сала болса да. Қорытшы мәселесін біз жайын дайындап, есебімен, қысабымен бәрін әкеп беріп қойғанбыз. Бірақ соны істейтін, жүзеге асыратын адам болмай жатыр.